Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз 3-ші сыныптың әдебиетті оқу сабағында Мұхтар Әуезовтің «Бала абай» атты шығармасымен танысамыз. Бұл шығармада қазақ халқының бас ақыны Абай Құнанбайұлының балалық шағы көркем тілмен бейнеленеді. Біз Абайдың қандай бала болғанын, оның бойындағы қасиеттерді, сондай-ақ шығарманың тәрбиелік мәнін бірге зерттейміз. Оқушылар, ақын ұлттың жүрегі, шешен көптің тірегі, батыр көптің білегі дегенді қалай түсінесіңдер? Қандай ақындарды білесіңдер? Қазақтың ұлы ақыны кім? Ол туралы не білесіңдер? Қазақтың бас ақыны Абай кім? Абай Құнанбайұлы қазақтың бас ақыны. Ол 1845 жылы дүниеге келген. Ақын, ойшыл, композитор, философ, аудармашы, көркем әдебиеттің қазығы, көркем сөз шебері және ғалым ретінде ел есінде қалды. Ол бала күнінен зерек, алғыр, білімге құштар болған. Ол өз заманының әділетсіздігіне қарсы шығып, халықты оқу білімге шақырған. Абайдың өлеңдері мен қара сөздер әр буынға тәрбие мектебі. Ал енді «Бала Абай» мәтінін тыңдап алыңдар. Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» романынан алынған үзінді. Бала Абай. Биыл Абайдың жасы 13-ке толған еді. Денесі де бір аралық кейіпте, бойы өскен, қол-аяғы ұзарған. Ол атқа мініп жүруге жарағанымен үйден көп шықпайды. Өзге балалардан гөрі басқа бір ермек, бөлек бір дос тапты. Онысы әжесі. Одан қала берсе шешесі. Абай биыл ғана анық байқағандай. Мұның әжесі бір түрлі әңгімеші екен. Қызық сөйлейді, әңгімесін дәмді ғып қызықтырып айтады. Бірде Абай сырқаттанып жатып, әжесінен әңгіме айтуын сұраған. Сонда әжесі ойланып отырып, бұлдыр-бұлдыр күн өткен, бұрынғыдан кім өткен деп кішкене дақпақтан бастап еді. Абай соны ұғып қалыпты. Келесі жолы әңгіме сұрағанда әжесінің тізесінен қағып, бұлдыр-бұлдыр күн өткен, бұрынғыда кім өткен деп тағы да әңгіме тілегенін білдіруші еді. Әжесі әуелде көп ертегілер айтқан. Абай қажымай, жалықпай, ылғи ғана ынтыға тыңдайтын. Кейде әжесі шаршап айтпай қойса, өз шешесіне жабысатын. Ұлжан да көп әңгіме білуші еді, және ол көбінесе өлең сөзді жиі айтатын. Ал енді балалар, мәтінді тыңдадыңдар. Енді «Бала Абай» мәтіннің мазмұнына шамалы тоқталып өтейік. «Бала Абай» әңгімесіндегі Абайдың жас шағы, отбасындағы орны, әкесі Құнанбаймен қарым-қатынасы суреттеледі. Құнанбай елге беделді, қатал билеуші, ол балаларына қатты талап қоятын адам болған. Абай сабырлы, тіл алғыш, зерек бала. Ол ел ішіндегі әңгімелерді тыңдағанды, кітап оқығанды жақсы көреді. Абай әділеттілікке ұмтылып, терең ойлайтын бала ретінде бейнеленеді. Бұл әңгімеде біз Абайдың бойындағы данышпандықтың бала күнінен байқалғанын көреміз. Ал енді балалар, тапсырмаға көшейіп, кейіпкерді сипатта. Бұл жерде біз Абайдың бейнесін сипаттап көрсетеміз. Сендердің ойларынша Абай қандай бала болған? Мысалы, Абай зерек бала, ол сабырлы, әдепті және алғыр. Абай әрқашан әділ болуға тырысқан деген мысал ретінде сендерге көрсетілген. Сендер өз пікірлеріңмен кейіпкерді сипаттайсыңдар. Ал енді оқушылар, екінші тапсырмамыз салыстыр. Абай мен Құнанбай бейнелерін салыстыр. Кейіпкердің қасиеті. Абай қандай адам болған және Құнанбай қандай адам болған? Сол жайында өздерің сұрақ қойып, қайсының мінезі сендерге жақын, неліктен, осы жайлы өздерің салыстырып жазасыңдар. Ал енді үшінші тапсырмамыз сен де жаз, шығармашылық тапсырма, қиялыңда қосып, Абаймен кездессем деген тақырыпқа 4-5 сөйлем жаз. Мысалы, егер мен Абаймен кездессем, одан ақыл сұрар едім. Абай
маған кітап оқудың пайдасын айтар еді, мен абайға өз арманымды айтатын едім деген сияқты мысалдарды алып, осы тапсырманы өздерің орындаңдар. Оқушылар, мәтіннен ой түй, өзіңе сұрақ қой. Мен бұл әңгімеде не үйрендім? Абайдың қандай қасиеттерін алғым келеді? Бұл шығарма маған ұнады ма? Неліктен деген сөздермен өздеріңнің пікірлеріңе бағалау беріңдер. Абай қандай бала болған? Құнанбай қандай әке ретінде сипатталды? Абай нені жақсы көрген? Абайдың қандай қасиеттері саған ұнады? Сен де Абай сияқты қандай болғың келеді? Яғни оқушылар, енді бала Абай шығармасы тек көркем шығарма емес, ол тәрбиеге құралы. Абай бізге тек өлең жазып, ән шығарып кеткен жоқ. Ол өз халқын сүйді. Жастарды адал болуға, білімді болуға, еңбекқор болуға, баулуға шақырды. Абай толық адам болудың үлгісі. Мұхтар Әуезов Абайдың осы болмысын бала кезінен бастап-ақ сипаттайды. Олай болса, біз де Абайдай болуға тырысайық. Үлкенге құрмет, білімге құштарлық, адалдық пен еңбекқорлық біздің бойымыздағы басты қасиет болсын. Назарларыңа рахмет. Бүгінгі сабағымыз аяқталды.